қалай қауым, ел жұрт, ағайындар. Мына мен аты жөнім Барақ Мейрам болады. Мен 2012 жылы үйленген болатынмын. Сонымен жаңа әйелім екеуміз заңды некеде 4 жыл тұрдық. Содан 2 қызымыз дүниеге келді. Өз Түркістан қаламыздағы мемлекеттік қазақ-түрік клиникасында тіркеудеміз. Сол жердің дәрігерлері жаңа басы қасында болып, әйелімді жаңа 2 рет босанғанда соларда болған негізі. Содан 2016 жылы өзі жаңа әйелдің науқасы біліне бастады. Сөйтіп балдарды сабады ол кісі. Өз үйде жаңағыдай тұрмыста өзін сондай жаңа немқұрайды ұстады. Сол себепті мен жаңа дәрігерге қайтадан бардым. Әйелім стресс алып жүр ма, не себеп болды, анықтап беріңіздер. Керек болса невропатологқа жатқызып емдетіп алайық деген менде ұсыныс болды. Содан терапевтіміз қарап, бәрі жаңа невропатологқа анықтама жолдама беріп, невропатолог көріп, психиатр көріп, бәрі тексеріп, әйеліңіз рожденный психопатия деген диагноз деп қойды. Оны жаңа Шымкент қаласындағы жүйке аурулар диспансерінде жатып, 3 ай жатып, сол жерден жаңа неге группа алып пенсияға шығады деді. Содан мамасы тірі болса, мамасы жаңа қолхатпен апарып жатқызады деді. Мамасы апарып 1 ай жатқызды дағыны қойды. Одан кейін жатқызған жоқ. Ал енді келіп сотқа арыз беріп, жаңа менің 2 қызымды мен өзім 1,5 жыл баққам ажырасқаннан кейін. Сол 2 қызымды 9 ай болды, қазір маған көрсетпей ұстап отыр үйлерінде. Ал енді одан да сорақысы 2 жаңағы анасынан рожденный психопатия деген диагноз бар анасынан туылған 2 жүйке ауруы бар қызымды сау дегізіп, дәрігерлер мына жерде анықтама беріп, балабақша 6 ай ұстаған. Міне. Бұны қай мекеме, қай дәрігер бергенін алдағы уақытта заңда бәрі осыған қарайтын құзырлы органдар қарап тексеріп біледі деп мен сенемін. Ал енді мына жерде әйелімді 2017 жылы жаңағы өзі 1 жыл тұрған есепте F06 деген диагнозбен психиатрда соны есептен шығарды деген мына жерде врачтардың енді аты жөндері бәрі менде бар. Осы кісілерді де заңға беріп, алдағы уақытта мамандар менің айтқан сөзімнің рас екенін дәлелдеп, маған жаңағы 2 балаға әсіресе көмек көрсетеді ғой деп мен сенемін. Бұл жерде қазақта мақал бар, бір қар томалақ, бір қарным айт шіртет деген. Сол сияқты қазір біздер көп дәрігерге, үкіметке сенуден мысалға қалып баратырмыз. Басымызда өзім өткен жағдайдан айтып отырмын. Ал енді осыны шындап келіп тексерген кезде осыған кінәлі қандай адамдар бар? Мен әйелім ата-анасы ма, жаңағы жалдаған адвокаттар ма, судьялар ма, прокуратура ма, қайсы кімдер кінәлі, кімдердің жұмыстары осы, кімдердің қателік кетіп, кім біліп, білмей істеп отыр. Осылардың бәрі жауапқа тартып келеді деп мен үкіметке сенемін. Міне, өзім қазір әке ретінде 2 қызыма, мына Ақан Жансұлу, Ақан Нұрхан Мейрам қызы, 2 қызымды мен ешқандай қамқорлық танытамай, құқығын қорғай алмай келе жатырмын әлі. Бірақ мен сенем алдағы уақытта 2 қызым өзіме тиеді, 2 қызымды өзім тәрбиелеп, азаматша қылып өсірем деп сенем. Міне мен өзім наркологтан да, міне психиатрдан да анықтама алғам, әлі де ала берем. Мінекей. Мына жерде менде мынау денсаулық министрлерінен келген міне. Әділет министрінен, міне денсаулық министрінен, әкімшіліктен, ішкі істерден бәрінен қағаздар бар. Бәрін бұл жерде дәрігерлер жаңағы әйеліңіз сауып кеткен екен, ешқандай ауырмайды бүгінгі таңда деп дәрігердің берген несін маған беріп отыр, жауабын. А мен ол жауаппен келіспеймін мүлде.